Жаңағы өмірдегі болып жатқан бір ыңғайсыз жағдайларды суреттейміз ғой. Біз жалпы айтады ғой, театр өмір айнасы деп. Сондай жағдайлар болмаса екен, осындай қылықты адамдар болмаса екен деген жағдаймен біз әшкерелеп, әзілмен жеткіземіз. Жағдайы жоқ, бірақ табиғи өзінің қанына берілген өнері болады. Сондықтан да қанмен келген өнер болса, ол ешқайда кетпейді. Өткір пышақта қайрап алдырмаса, ол жүзі кетіп қалады дегендей. Кезінде өткір болған алмас қылышты да пайдаланбаса, ол да топ басуы мүмкін. Сондықтан да өнерді жетілдіру үшін әрбір өнер иесі өзінің өнерін шыңдап, әрқашан жаңалықтарды меңгеріп, жаңалықтарды ұсынып отыру керек. 5 жыл бойы ешқандай тынымсыз, ешқандай тоқтаусыз жұмыс жасап келе жатқанының бұл бірден-бір жаңағы себебі өңіріп жатқанның. Әрі автор, әрі керемет жетекші, көркемдік жетекші және өзге өнер адамы. Сондықтан да бұл авторға өте көп байланысты. Яғни шығарманың бұл біздің нағымыз сол шығарма. Егер де бізде сатиралық шығарма болмаса, біз нені көрсетеміз? Адамның бойындағы өнер өзімен бірге өмір сүреді, өзімен бірге кетеді әрине. Сондықтан да ол өнер бір беріледі де, сол берілген өнерді ешкім өшіре алмайды. Ол адамның өзі де өшіре алмайды. Ол іштегі жатқан өнер ешкімді ол жатқызбайды. Ол бәрібір сыртқа шығады, ол бәрібір өзін көрсетеді. Мен жаңа айтамын, бұл кейбір мысалға қазіргі таңда адамдар өздерінің балдарын жаңағы неше түрлі үйірмелерге апарып жатады, осындай болсын, осындай болсын дейді. Мысалы, ата-анасының жаңағы тілегімен баланың жаңағы несі келмеуі мүмкін. Театрға келген адам өзінің бір үлесін ала келеді. Театрға келіп бір жұмыс жасап кетіп қалса да, сол адамның өзі қайтпайды. Сол адамның келген кездегі театрда жаңалығы болады. Әркімнің өзінің алып келетін бір жаңағы бәрібір үлес болады. Сондықтан да бұған кейінгі келіп кеткен әріптестеріне мен әрқашанда құрметпен қараймын, әрқашан оларды қолдап отырамын. Қандай жағдайларда болсын, қайда болсын, әлеуметтік желілерде болсын, мен әрқашанда оларды қолдаймын, оларға сәттілік тілеймін. Ал жаңадан келген әріптестерге бізге қазір көптеген жастар келді. Менсінбей жатамыз ғой, біреудің дауы күркедей болып көрініп тұрады ғой. Дегенменен біз өзімізден шыққан театр деп сіздердің осындай көңіл білдіріп жатқандарыңызға әрқашан жыл сайын осындай күлкі күнінде бізге көңіл бөліп, бізбен жаңағы сұхбаттасып, халыққа ары қаратай жеткізіп, сондай бізді насихаттау жұмысымен айналысып жүргендеріңізге әрине біз өте көп қуаныштымын. Жерінен сол Бөгетсайдағы мәдениет үйін аман алып қалған сол Жаңаберген аға екенін біз де білеміз. Тіпті ол кісі мәдениет саласының адамы емес, ол кісі на самом деле спортсмен, спортсмен болса да, көрдіңіз ғой, өзінің мамандығы спорт жаңағы маманы болса да, ол өнерді қорғап, спорт пен өнерді бірге алып жүрген керемет азамат, осындай тұлғалар, осындай азаматы бар ауыл, Бөгетсай ауылы.
бақытты бол деймін. Біздің қазағымызда, біздің елімізде осындай өнердің жанашыры болатын сіздердей азаматтар көп болсын деп. Көтеріңкі болсын, әрқашан күліп жүріңіздер, өмірлеріңіз шаттық пен қуанышқа толы болсын деймін. Сіздерге де көп рахмет.